Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай талқаннан жент жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Қазір барлығын сіздерге көрсетем, түсіндірем. Көп адамдар комментарийда осындай жент туралы жазыпты, формочке жасап көрсетіңізші деп. Міне қазір бағасын барлығын айтып сіздерге түсіндіретін боламын. Осындай табаққа талқан аламыз. Любой талқан подойдет. Осы жерде менде примерно ровно жарты килограмм. Осының чуть-чуть жартысын ғана қосатын боламыз қазір осы тарелканың ішіне. Потом қант керек болады, май керек болады, одан кейін осындай глазурь керек болады. Но не обязательно, потому что надо глазурьды лучше пончиктарға қосқан әдемі көрінеді, чем осындай жентке. Одан кейін бізге осындай силиконовый формочкалар керек болады. Любой алсаңыз болады. Менде кішкене кішіректеу. Осындай алсаңыз болады, кішіректеу. Үлкенін алсаңыз болады. Без разницы. Главное силиконовый формочкалар. Силиконовый формочкалар магазиндарда сатады, кондитерский немесе үй тауарында. Енді қазір мен талқанымды құямын. Тарелочкамызға құйып болғаннан кейін қантпен араластырамыз. Қантты көз мөлшермен өзіңізге, мысалы қатты сладкий, если хотите, то можно кішкене көбірек қосуға. Немесе көбісі мысалы қантты кішкене қосады, и сгущенканы да қосады. Можете сгущенканы қосуға өте әдемі болады. Енді майымызды ертіп алдым, жаңағы целиком бір полностью майды ерттім, соның жартысын ғана қосамын. Майды сразу құйып тастамаймын, өйткені кішкене-кішкенеден құям, өйткені біз егер бүйтіп уже қолға жиналып жатса, қазір көрсеткен видеода, онда уже май достаточно деген сөз. Қазір мен ұмытып кетпей жатқанда сіздерге айтайын, бұны мен өзіме жасап жатырмын. Егер де сіздер қонаққа немесе заказға жасайтын болсаңыздар, обязательно перчатканы киесіздер. Міне біздің талқанымыз уже дайын. Осы қолға алған кезде барлығы осы құрт сияқты бірігіп тұру керек. Енді қазір силиконовый формочкаларымызды аламыз да, осының ішінен нығыздап салып шығатын боламыз. Барлығын осылай нығыздап салып болғаннан кейін, жаңағы пышақпен немесе осындай кондитерский лопаткамен осылай дүзу қылып, жаңағы артық нені алып тастайсыздар. Артық талқанды осылай алып тастаймыз, чтобы түп-түзу формасы ровно болып тұрсын деп. Енді бұны біз 20 минутқа холодильникқа жіберу керекпіз. Морозильникқа 20 минутқа. Енді келесі силиконовый формочкаға толтырып шығатын боламыз. Дәл жаңағы бірінші жасағандай барлығын осылай толтырып шығамыз. Одан кейін толтырып болғаннан кейін осы лопаткамен алып тастаймыз артық жерін. Енді міне түп-түзу болып тұр, нығыздалып салынып тұр. Қараңыздар, әлі көп қалды, еще жартысы болды. Енді қараңыздар, қазір бізге жаңағы глазурды құйым келіп тұр. Құймасаңыздар да болады, не обязательно глазурды. Жаңағы көрсеткенде не обязательно. Енді менде кондитерский мешок жоқ, сол үшін мен пакетті алып, как кондитерский не сияқты, жаңағы пакетик сияқты қиып шығамын, былай домалақтап. Міне осылай қиып болғаннан кейін қазір глазурымды пакеттіктің ішіне салып қоям, кішкенесін ғана. Бұдан да кішкене алсаңыздар болады, егер де төбесіне. Глазурды лучше жаңағы пончикқа қолданған күшті көрінеді. Келесі видеоларда мен сіздерге көрсететін болам. Сол үшін мен каналыма обязательно подписаться етуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда тек қана бомбонерка емес, әлі де осындай полезный видеолар шығып тұрады. Міне мен женттерім холодильникта максимум 10 минут қана тұрды, морозильникта. Шыда аламай сразу алып шығып көрін келді. Бірінші рет жасап тұрған соң өте әдемі көрінеді деп ойлаймын. Қараңыздар, қандай цветочек. Міне тюльпанчик ретінде де өте әдемі көрінеді. Прям вообще күшті, қонақтарға да көзге де әдемі көрінеді. Және жасалу жолы өте оңай ғой, прям оңай жасалу жолы. Обязательно жасап көріңіздер. Мысалы жаңағы айтқанда осындай силиконовый формочкалар маленький алсаңыздар да болады, үлкенін алсаңыздар да болады. Осындай коробочкаларға салып, мысалы сатсаңыздар да болады. Бұндай қазір мен коробочка жайында айтатын болам, ол коробочканы мен сатып алдым, бағасын да айтатын боламын. Міне біздің женттеріміз бірінші рет жасап тұрмын, қараңыздар, бірінші рет жасағаннан өте әдемі шыққан ғой. Прям жасап көрдіңіздер. Жаңағы мен сгущенка қосқан жоқпын, сіздер сгущенка қоссаңыздар да болады. Қараңыздар, прям формасы прям идеально болып тұр. Маған қатты ұнады. Прям қонаққа салып бергенде, 22 наурызға да, дастарханға қоюға прям күшті көрінеді. Обязательно жасап көріңіздер. Міне қазір мен ыстық суымды кесеме құйып алдым. Енді қазір біз глазурымызды ертеміз. Міне глазурды алдында жаңағы ыстық суға салып қойдым. Қазір ерісін, одан кейін жаңағы біздің немізге жаңағы талқанның жентінің үстіне жаңағы біз сеуіп шығатын боламыз.
Міне мен формочкаларым, бұл формочкалар үлкен болған, жаңағы бас жағын кесіп тастадым, қазір көрсетем. Қазір пока что менің глазурым еріп жатыр. Қазір былай алам. Формочкалар кішкене үлкен болғанымен жаңағы былай қайшымен, видеода дұрыс көрінбей қалыпты, но примерно көрініп тұрды. Былай жартысын формочканы алып тастап жатырмын. Міне осылай қиып болғаннан кейін қазір біздің глазурымыз уже еріді. Почти прям барлығына глазурды себім кеп тұрған жоқ. Сол үшін кішкене бір-екеуіне алып себетін боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауынша. Қазір глазурды алып кішкене ұшын қайшымен кесетін боламыз. Ұшын ғана қайшымен кесіп болғаннан кейін осылай әсемдеп көремін. Но білмеймін, может шоколадный дұрыс бет, сары емес, басқа түсін алу керек бет. Но примерно сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне достар, осылай болып шықты. Жаңағы сары түс алғаным наурыз түсі деп кішкене яркий болсын деп ойлағаным ғой. Но лучше шоколадный дұрыс болушы еді. Міне біздің жаңағы глазурмен жасаған и жаңағы міне глазурсыз өте әдемі көрінеді. Енді қазір коробочкамызды алып барлығын ішіне салатын боламыз. Глазурмен де глазурсыз араластырып саламыз. Міне қазір барлығын осылай қойып болғаннан кейін жаңағы менде талқаннан әлі көп талқан қалды. Жаңағы біз женті жасаған болатынбыз. Сол жаңағы примерно неше штукқа жетеді. Именно мен жасағаным ол 60 штук жасағанға жетеді. Ну, все зависит от ваших формочек, но 60 штукқа жетті. Менің формочкаларым осындай маленький, кішкентайлар болды ғой, но 60 штукқа жетті. Сол үшін жасап көріңіздер, өте прибыльный, өте күшті. Ал қалған талқанмен мен жаңағы келесі видеода сіздерге талқан в шоколаде жасап көрсететін боламын, прям идеально қылып. Сол үшін менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген видеолар болады. Ал біздің талқанымыз осындай әдемі болып шықты. Міне мен уже талқанымызды коробочкаға салып қойдым, бетін жауып қойдым. Осындай коробочканы мен 120-130 теңгеге сатып алған болатынмын. Кондитерский магазиндарда сатады, немесе 500 мелочей деген магазиндерде де сатады. Және де логотип жасап қойған болатым. Ол логотипқа өзімнің каналымның атын жазып қойдым. Но сіздер мысалы 22 наурыз құтты болсын, наурыз құтты болсын, жаңағы нау әжеме, атама, анама арналған деп жазсаңыздар да болады, астына кішкентай жазумен. Енді қазір ленточкамызды алып, осыны орап, үстінен астына қарай жіберіп, осы бантик ретінде орайтын боламыз. И міне біздің логотипімізді ішіне салып қойдым. Осы бантик ретінде байлап, қазір артық жерін қайшымен кесіп тастаймыз. Қисығынан кесем, сол кезде әдемі көрінеді, чем дүзу кескеннен қарағанда. Міне біздің сіздерде менің видеомды қарай отыра осындай әдемі женті жасап үйрене аласыздар, және де осындай логотипті де жасап үйрене аласыздар. Өздеріңіздің логотиптарыңызды создавать ете аласыздар. Менің видеомды қарай отыра уже көбісі логотип жасап үйренген. Сол үшін менің видеомды қарай отыра тегін барлығын өздеріңіз де үйрене аласыздар. Осындай коробочкаларда мысалы қонаққа, 22 наурызға, жаңағы әжеңізге, атаңызға, заказға жасай аласыздар. Сол үшін мен видеомды қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болғаныма қуаныштымын. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Өткені алда сіздермен әртүрлі банбанеркет жасаймыз, жент в шоколадені де жасаймыз. Всем пока.